Жалпы біздің қазіргі қоғамымызда артық салмағы бар адамдар өте жиі кездеседі. Егер сізде артық салмақ болса, немесе алкогольді сусындарды көбірек қолданатын болсаңыз, онда сіздің бауырыңызда май басқан, және де яғни жировой гепатоз. Ал егер жировой гепатозды біз уақытылы емдемесек, онда бауырдың қабынуы, бауыр фиброзы, бауыр циррозына алып келуі мүмкін. Ауыр бауыр циррозы ол өте қорқынышты ауру екенін өзіңіз де білесіз. Және де бұндай жағдайды болдырмау үшін, осы жировой гепатозды емдеу үшін осы видеоның соңына дейін көріңіз. Жалпы мен бұл видеода майлы гепатоз, яғни осы жировой гепатоз туралы жалпы түсінік беремін. Оның негізгі белгілері, негізгі себептері, диагностикасы, оны емдеу және алдын алу жайлы қысқадан нұсқа қарапайым тілмен айтып өтетін боламын. Сіздермен бірге доктор Алмат. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий жазып отырыңыз. Бұл осы қазақша контенттің дамуы үшін өте маңызды. Майлы гепатоз, яғни жировой гепатоз диагнозы сіздің бауырыңызға қажетсіз немесе артық май бар екенін білдіреді. ақш-тың ұлттық денсаулық сақтау институты жүргізген зерттеулерге сәйкес, бұл жағдай бүкіл әлемде жиі кездеседі және әлем халқының 25%-ын алады десек қателеспейміз. Бұл жағдай көбінесе бізде екінші қант диабетімен ауыратын, семіздікпен ауыратын, инсулинге төзімділіктің бұзылуы және де басқа да медициналық мәселелерге байланысты осындай жировой гепатоз болуы әбден мүмкін. Әдетте сіздің бауыр жасушаларыңызда майдың біраз мөлшері болуы мүмкін, бірақ майдың мөлшері көбейсе, бұл кейбір алаңдатарлық жағдайларға келуі мүмкін. Емделмеген жағдайда бауырдың ауыр проблемаларын тудыруы мүмкін, цирроз сияқты. Сондықтан майлы гепатоздың себептерін, белгілерін және емдеу әдістерін білу өте маңызды. Медициналық тілде майлы гепатоз майлы стеатоз деп аталады. Бауыр адам ағзасында екінші үлкен орган болып табылады. Және сіз қабылдаған тамақ пен сусындарды, қоректік заттарды өңдеуге, денедегі зиянды заттарды сүзуге жауап береді. Бауырдың 5-10%-дан астамы май болса, ол майлы бауыр болып саналады, яғни жировой гепатоз. Майлы гепатоздың екі түрге бөліп қарастырамыз: алкогольді және де алкогольсіз бауырдың гепатоз деп бөлінеді. Майлы гепатоз ауруы бауырға қатты зақым келтіреді. Бұл оны ағзадағы токсиндерді кетіруге, өт шығаруға қабілетсіз етеді. Егер сіздің бауырыңызда тым көп май болса, бұл фиброз бен қабыну, циррозға келуі әбден мүмкін. Оның негізгі белгілеріне келетін болсақ, егер сізде осы бауырдың майлануы болатын болса, шаршау сезім болады, әлсіздік болады, іштің, яғни оң жақ қабырғасының жай-жай ауырып тұруы байқалады, және де қан анализінде АЛТ, АСТ сияқты көрсеткіштердің жоғарылауы байқалады, және де УЗИ-ға түсірген кезде бауырда май басу сияқты белгілер болады. Бауыр майлауының негізгі себептеріне келетін болсақ, жалпы УЗИ түсірген кезде кейбір адамдардың бауырына май болады, ал кейбір адамдарда май жоқ болады. Бұл адамның өмір сүру салтына байланысты. Дегенмен кейбір факторлар майлы гепатоз дамуына ықпал етуі мүмкін. Соның ішінде семіздік, гормональды терапия қолдану, НПВС-тер қолдану, орнынан қозғалмайтын жұмыс жасау, қантты диабет және де көмір суға бай тағамдарды көп мөлшерде тұтыну, сонымен қоса газдалған сусындарды, энергетиктерді көп тұтыну, осының барлығы бізде бауырдың май басуына алып келеді. Ал енді диагностикасына келетін болсақ, ең бірінші біз УЗИ жасауымыз қажет. Осы УЗИ арқылы бауырда май бар ма, жоқ па, соны анықтап аламыз. Ал егер сізде бауырыңызда май басқан болса, сіз міндетті түрде фиброскан деген арнайы аппараттан өтуіңіз қажет. Осы фиброскан арқылы біз бауырдың тығыздығын көреміз, яғни қанша мөлшерде бауыр осы майдан зақымданған, соны анықтауымызға болады. Жалпы осы фиброскан арқылы бауырымызды түсіргенде 4 сатысын ажыратамыз. Осы фибросканның F1, F2, F3, F4 деп анықтаймыз. Яғни алғашқы сатылары, бұның бірінші, екінші, үшінші сатылары бұл фиброз болып саналады. Ал егер 4-ші сатысына өтіп кетсе, ол цирроз, бауыр, яғни өлеттенген болып саналады. Бұл өте қорқынышты жағдай. Обязательно, егер сізді бауырыңызда май басқан және жоғары дәрежелі май басқан болса, фиброскан аппаратынан өтуді ұсынамын. Сонымен қоса, жалпы қан анализі арқылы, биохимиялық қан анализі арқылы осы АЛТ, АСТ, холестерин деңгейін, триглицериттарды анықтап көріп, қандай өзгерістер бар, соны анықтауымызға болады. Ал енді майлы гепатоздың еміне келетін болсақ, қазіргі уақытта майлы гепатоз ауруын тиімді емдеудің құралы ретінде мақұлданған арнайы дәрі-дәрмектер жоқ.
және де егер сізге майлы гепатоз диагнозы қойылатын болса, дәрігер сізге өмір салтын өзгертуді, қосымша диета және де арнайы препараттар ұсынады. Ең бірінші тағайындалатын препарат бізде гепатопротекторлар. Соның ішінде ол гептрал, эссенциале немесе силарсил сияқты дәрілер қолданамыз. Бұлар не үшін десеңіз, бұл осы майлы гепатоздан зақымдалған осы клеткалар, бауырдың клеткаларын қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл әрқашанда тағайындалады бірінші очередь. Сонымен қоса біз активный образ жизни ұсынуды тағайындаймыз, яғни көп мөлшерде упражнение, плавание және де спортпен шұғылдануды әрқашанда тағайындаймыз. Сонымен қоса диета, яғни диетаның ішінде бізде кофе ішу бар. Яғни осы кофе бұл бауыр ферменттерінің қайта қалпына келуіне көмектеседі. Сонымен қоса ағзадағы, бауырдағы майдың ыдырауына тоже көмектеседі. Кофе болғанда бұл обычный пакетикті кофе емес, яғни натуральный кофе болу керек. Сонымен қоса біз диетамызға брюссель, брокколи, қырыққабат сияқты жасыл тағамдарды көбірек қосуымыз керек, себебі бұлар бізде майдың жиналуын болдыртпайды. Онымен қоса соя протеині, соның ішінде балықтар, туна, форель, лосось, сардина сияқты майлы балықтар, бізде оның құрамында омега-3 май қышқылдары өте бай. Бұл бауырымыз үшін өте пайдалы болып табылады. Сонымен қоса қазіргі авокадо, жаңғақ, сұлы сияқты, сонымен қоса Е дәруменіне бай тағамдарды көбірек қолдану, сүт және сүт өнімдері, майлы тамақтар, яғни сүттен жасалған май тағамдары, оның барлығы адам ағзасы үшін өте пайдалы. Яғни бұл сүт өнімдерінің құрамында сарысу ақуызы бар. Сол себепті ол өте пайдалы болып келеді. Бұл негізгі осы диетасына кіреді. Егер сізде майлы гепатоз диагнозы болса, онда сіз бас тартатын арнайы тағамдар да бар. Оның ең біріншісі ол алкоголь болып табылады. Алкоголь бізде бауырдың май басуының негізгі себептерінің бірі. Екінші, құрамында қанты көп тағамдар, яғни кәмпиттер, шырындар, газдалған сусындар, энергетиктерден бас тартуымыз керек. Сонымен қоса қуырылған тамақтар, оның құрамында бізге қажетсіз майлар бар. Оның барлығы артық май болып терімізге және де бауырымызға жиналады қор ретінде. Және тұзы көп тағамдарды көбірек қолданудан тоже бас тартуымыз керек. Және де ақ нан, күріш, макарон сияқты өнімдерді тоже азайтқанымыз абзал. Жалпы халқымызда ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген сөзге сүйене келе біз осы бауырдың май басуын алдын алуымыз керек. Яғни оның алдын алу үшін бірнеше қадамдар бар. Ең бірінші, сіз салауатты өмір салтын ұстануыңыз керек. Сонымен қоса сіз активный образ жизни ұстануыңыз керек. Қосымша сіз жаттығулар, спортпен шұғылдануыңыз керек. Күніне кемінде 30 минут сіз спортпен шұғылдануыңыз керек. Алкогольді сусындарды қабылдайтын болсаңыз, одан шектелуіңіз керек. Көп мөлшерде қанттан бас тартуымыз керек жалпы. Сонымен қоса семіздік болатын болса, семіздіктен арықтануымыз керек. Сол кезде ғана біздің денсаулығымыз мықты болады. Ал егер біздің бауырымыз жақсы қызметін атқаратын болса, біз ұзақ өмір сүруіміз әбден мүмкін. Ал құрметті тыңдармандар, бүгінгі видеом соңына келіп жетті. Егер сіздерге видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, арнама тіркеліңіздер. Бұл осы қазақша контенттің дамуы үшін өте маңызды.